біреуді жібер дегенсің жерде. Мен енді Маңғыстаудан алшақта жүрмін, Астанада жүрмін, сондықтан да Маңғыстауды сағынам. Былай қарағанда осы Маңғыстауды қия алмай кетіп бара жатқан кешегі Қожантай Қойбас дейтін кәкеміздің Арифулла Құрманғалиевтің ұстазы Қожантай Қойбастың Маңғыстау туралы шығарған ән жырын орындап берейін. Şangay baskan kirmindir, bozoğu tez doyur yerimdir. Kıranga tekkin ağırda, sayıpta arı yendirdik, arıvakımız kıydırdık. Nikini attan kıydırdık, kırılmay жүрген düşmanın ayda. Müziğini örtüp büyüdürdük. Düşmanım salda utabağa, buyurmaz begin bizgindi. Babamız жатқан сағана, барсаңдар сәлем айтасың. Ақ кетік деген қалаға, сый алмай кетіп барамыз айбау. Маңғыстау енді бақыр. Амандық Көмекұлы, сіздердің қошеметтеріңіз болсын. Мұнайлы ауданының әкімдігінің ұйымдастырған үлкен шарасына Астанада арнайы келіп отқан үшін бір қол соғып қойыңыздар.
Осы Батыс Қазақстан аймақтық жыршылардың кешін қорытынды жасау үшін Мұнайлы ауданының әкімі Тәжібаев Нұрлан Төлегенұлына сөз беріледі. Мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға үлес қосып ұрпаққа сабақ болатын шаруа жасап жатқан аудан әкіміне қол соғып қойыңыздар. Құрметті қазақ елі. Әлеумет, құрметті кеш қонақтары және өнерсүйер қауым. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесі аясында ұйымдастырылып отырған аймақтық жыршы термешілердің Алтынды Орда ұран жыр атты жыр кешіне қош келдіңіздер. Өнер өмірдің нақ бейнесі, айнымас сәулесі, ойының қордасы, пікірінің түйіні. Қазақ халқының қай өнері болмасын, оның тіршілік тынысына ұқсас, үндес, негіз тапқан. Ауыз әдебиетіндегі зейінге құйылған, зердеде қордаланған әр аймақтың өнері, тұрмыс салты, дәстүр дағдысы да өзіне тән. Жұмбақ жайлап, аңыз өрген Маңғыстаудың жыршылық дәстүрі де өз алдына бір мектеп. Мамыр айында облыс орталығында өткізілген жаңа жоба, жаңа есім жобасы мұнайлықтардың ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерекесіне шашуы болса, кішкентай ғана ауыл клубынан бастау алған жыршылар байқауы бүгінгі күні аймақтық жыршылар байқауына ұласып, өз мәресіне жеткендей. Бұл біздің тәуелсіздік тойына тартуымыз болмақ. Бұндай ауқымды шараны ұйымдастыру, оны өткізу ауданымыз үшін сын әрі мерейлі мәртебе деп білемін. Шаршы топта өнер көрсеткен, шашасына шаң жұқпаған, таңды таңға асырып жырлайтын адуынды жыршылардың басын қосып, осы игі іс-шараны жүргізген өлке мақтанышы Амандық Көмекей ағамызға ризашылығымыз шексіз. Бүгінгі шарадағы біздің басты мақсатымыз өсиет пен нақылға тұнған жыршылық өнерді насихаттау, жас өскінді сол өнермен сусындату. Көрермендердің ықылас-пейілін көре отыра діттеген мақсатымызға жеткендейміз. Құрметті өнерсүйер көпшілік, олар тек ұлыққа баулайды дейді дана халқымыз. Ұлы даланың ұлағатты жырлары тәуелсіз еліміздің тірегі болар, жаңа буын жастарға рухани азық болып, елге тұтқа болар азаматтарды тәрбиелей берейік. Парасаты биік, ақылы терең, сезімі сергек, рухы асқақ, тәуелсіз отанымыздың жастары жарқын болып, алдымызда келе жатқан мереке тағы да құтты болсын. Алға жаңа өздеріңіз тамашалағандай өнер көрсеткен біздің жыршы термешілерге барлық осы отырған тыңдаушылардың атынан, өзімнің атынан алғысымды білдіргім келеді. Келесі құттықтау сәтке көшейік. Маңғыстау облысына арнайы келіп жыр шашып жатқан, басқа облыстан келген, батыстың Оралынан, Ақтөбеден, Атыраудан келген құрметті жыршы термешілерді марапаттаудан бастаймыз. Мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға қосқан үлесі үшін алғыс. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан келіп отырған Фархат Оразовты құттықтаймыз. Алғыс жариялаймыз. Маңғыстау облысының әкімі Алик Серікұлы Айдарбаев. Мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға қосқан үлесі үшін Маңғыстау облысы әкімінің атынан арнайы алғыс хат Сәрсен Бақытбекке, Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласы. Мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға қосқан үлесі үшін алғыс Исламғалиев Арпатқа, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы. Мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға қосқан үлесі үшін Маңғыстау облысының әкімі Алик Айдарбаевтың атынан алғыс хат. Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылынан келіп қатысып отырған үшін Қалықов Нұрхатқа алғыс.
және сонымен қатар мәңгілік елдің мәңгілік жырын насихаттауға қосқан үлесі үшін Маңғыстау облысының әкімі Алик Серікұлы Айдарбаев мырзаның атынан алғыс. Алданбек Айбекке, Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласы. Маңғыстау облысына Атыраудан, Оралдан, Ақтөбеден келіп жатқан жыршыларымызға жаңа ғана айтып өткен 52 маңғыстаулық ақынның жыршы термешілердің шығармасы қосылған Тіл таңбалы ақындар атты кітап және басқа да маңғыстаулық шеберлердің қолынан шыққан ұлттық бренд сыйлықтар табыстаймыз. Келесі кезекте Мұнайлы ауданы әкімінің алғыс хатын марапаттау үшін Тәжібаев мырза сахнада. Мұнайлы ауданының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін жеткізген Сейітов марапатталады. Қазіргі сахнадағы жалпы Маңғыстаудағы үлкен жыршыларымыздың бірі. Қошеметті аямай отырыңыздар. Жеткізген Сейітов. 9 жылдан бері анау Әбіш атамыздың 60 жылдық мерекесіндегі бас жүлдені жеңіп алғаннан кейін сахнаға тағы бір рет 9 жыл салып шығып тұрған Қарақия ауданы Құрық ауылынан келген Ақниязов Әсет ағамызға Мұнайлы ауданы әкімінің атынан алғыс хат. Маңғыстау жыр мектебінде өзіндік өнері бар жыршы Молбаев Ізмұратқа Мұнайлы ауданы әкімінің атынан алғыс хат. Аяған Кенжебекке Мұнайлы ауданы әкімінің атынан арнайы алғыс хат. Аудан әкімі Тәжібаев Нұрлан Төлегенұлы. Жаңаөзен қаласынан келіп жыр төккен Бейсен Арынға Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан Тәжібаев мырзаның атынан алғыс хат. Дәл осындай мәтінде алғыс хатпен Сахиұлы Ұзақбай ағамыз марапатталады. Тектілердің тұяғы Өскінбаев Әзірбай ағамыз Мұнайлы ауданының әкімінің алғыс хатымен марапатталады. Аудан әкімі Нұрлан Төлегенұлы Тәжібаев. Және сонымен бірге Қазақстан Ақтау телеарнасындағы Амандық ағамыз жүргізіп, қазір Астанаға жұмыс бабымен кетіп қалуына байланысты Ұлы дала өнімдері бағдарламасының бас редакторы Көшер Асқар мырзаны марапаттаймыз. Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан Төлегенұлы Тәжібаев. Және сонымен бірге Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылынан келіп тұрған Бектұров Нияз Тұрлы марапатталады. Сонымен бірге Мұнайлы ауданы Басқұдық ауылдық округінің тұрғыны Құлсымақ Оспан марапатталады. Жаңаөзен қаласынан келіп отырған Жанар Нұрмұханова Мұнайлы ауданының әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін марапатталады. Қарақия ауданы Жетібай ауылынан келіп жырлаған Аманбек Сәуірбаев марапатталады. Аманбек Сәуірбаев. Қарақия ауданы Ақтау қаласының тұрғыны Мұнайлы ауданының қызметкері Селбаев Орынжан Мұнайлы аудандық әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін марапатталады. Мұнайлы ауданының Қызылтөбе ауылының тумасы қазір Ақтау қаласының тұрғыны Шәугейіп Болат алғыс хатпен марапатталады. Мұнайлы ауданы Маңғыстау селосының тұрғыны Асқанбаев Темірбекке аудан әкімінің атынан арнайы алғыс хат. Қарақия ауданы Жетібай ауылының тұрғыны белгілі жыршы
Тойгулай Бердібай марапатталады. Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан Төлегенұлы Тәжібаев. Және сонымен бірге баршаңыздың қошеметтеріңізбен Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияның құрметті профессоры Көмекұлы Амандық марапатталады. Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан Тәжібаев мырзаның атынан. Сонымен бірге Кемелханова Ақмарал апамыз төркіндетіп келіп жатыр екен. Bir қол соғып қойыңыздар. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласынан арнайы келіп отыр. Мұнайлы ауданының әкімшілігіменен осы шараны ұйымдастырушы Бердіхан екеуіне Қосай ата қорынан келіп тұрған сыйлықтар бар, қазір табыс етіледі. Мұнда Омарова Маргарита Маңғыстау облысының мәдениет саласына қосылған үлесі үшін Базарбаев Маңғыстау облысының мәдениет басқармасының басшысының атынан. Екінші Әлменов Бердіханға Маңғыстау облысының мәдениет саласына қосылған үлесі үшін Маңғыстау облысының мәдениет басқармасының бастығы Бекбол Базарбаев. Енді осы Қосай атаның жаңағы қашағандарды, бұрындарды жырлап жатырмыз. Сол Қосай ата қорының атынан Мұнайлы ауданының әкіміне тағы да табыс етілетін мынандай сыйлығы бар. Екінші тағы да бір сыйлық. Осыны ұйымдастырушы Бердіхан бауырымызға тап осындай әкіммен қатар бірдей сыйлық. Ал енді сахнаға осыдан 4-5 ай бұрын аудан әкімінің ұйымдастыруымен Мұнайлы ауданында кішкентай ғана жәркешін өткізген, сол кезде үлкен ақсақалдардың ұсынысы болған. Сондықтан біз арнайы Қосай атаның батасын сұрайды отырмыз. Сабырбек ақсақал сахнаға шығарып, бүгінгі жәркешіне қорытынды жасаймыз. Ал енді Қосай нағашым ғой, маған да бірден арнаған екен, аяқтан тұртынып жүгіріп келе жатыр. Әкел, беретінің болса бере бер тезір. Мінеки батаны. Сабырбек ақсақал, Қосай ата ауылынан Қосайдың батасын алып келе жатқан халқымыз. Жақсылап қойынша. О, қолдарың жайын қалқым батама, аразы болың бата берген атаңа. Қош көрдім туыстарым, арыстарым, қуантты бүгін ағайындарыммен табысқаным. Ағайындарым жүрсеңдерде дараланып, жаманат шығыспасын шықыраланып. Бүгін тәуелсіздігіміз 25 жылын тойлауға жиналып жатырмыз ғой сыраланып. Тойымыз өтіп дүрілдеп осынша жанның келгені, бақытты жандар болыңдар мерейі биік елдегі. Дәулеттерін тасып мұнанда тепсе кетпес, бастарыңнан баянды бақыт орнасын. Ұзын болып өмірлерің қызығын көрің ұрпақтың. Өкшелес үзеңгілеске жетқан бауырым, Нұрлан інім, сен қайында ісі бастасаңдар саған үлкен сәттілік тілеймін. Алдағы уақыттарда көздеген арманыңа жете бер, талма, танба қиялдан қиялға өрлей бер. Құтты болсын бүгінгі игі-істерің, бейнелі байсам бауырым, Алатаудай айымымды, ағайын тумаға қайрымды, өткел бір мәсірісің ғой. Өзің жарлы болсаң да, еңбегің елге елеліп кем болған жоқ қой ұрыссың. Алғысын алып ағайынның кенелді кемел тынысың. Қазақстан елінің ұмытылмас ұлысың ғой. Елімде ер жігітке шалқын міндет жатқанда егемен боп салтын күндеп. Болғанда перзенттерің қуансын, сен бір ортада жүрген алтындың кек. Бойыңда ерік жігер сарқылмаған ақ көңіл азаматсың ғой жарқылдаған. Жүре берші тап осындай қалпыңдаман. Сен едің ғой өргізіліп өрмелеген, жан жағың өзіңізге еркелеген.
Бұл күнде белгілі бір ой азамат болдың ауылда мұра Қазақстанымның жемісі жылдарың келе берсін көбейіп немерелер шөберелер басың аман денің сау болып өмірде мол бақытқа келелі бір қарағым. Ал енді баянда Алла бақ берсін, адамын берсін, ақ берсін, атақтарың кетіп алашқа астарыңа алтын тақ берсін. Балын татып өмірдің адай атамның 7 жасына қуанышпен достарың жинала берсін қастарыңа. Аруақтар қолдасын, домалатсын тастарыңды, шалқи берсін дәулеттерің, қадірін білің ананың, қызығын көрің баланың. Қыздарың кетіп қияға өсе берсін жан-жағың, сыйлы болсын бастарың, құмырлық жастарың, арайлап атып таңдарың, аманда болсын жан-жағың, мақсатыңа халқым жете беріңдер. Қазақстан еліне үлкен кіші жалпыға, ағайын тума халқыма әрқашанда тілеймін. Таңқы асқақтау артуын, Тәңір ием қолдасын, Қыдыр бабам қамдасын, ақ жолынан таймасын, еш жаманшылық болмасын. Еңбек сүйгіш халқымның қолынан ешкім қақпасын, сыртқы елден мақтасын, тіл көзден Аллам сақтасын. Іздегеніміз сабылып, ауырғанымыз жазылып, қаумалап досымыз ағылып, жауымыз жолдан жаңылсын. Көбейсін ұлмы қызымыз жоғалсын, қайған мұңымыз құт береке әкелсін, мерейлі жылымыз шықты. Қазақстан халі кел қуанышқалық болсын, осы тілек үлкен кішіге айырылмастай бақ болсын. Көктуымыз шалқып төбемізде, елімнің бағы таймасын, жас болу ару астанам құлпырып күндей жайнасын. Мың өліп, мың тірілген ұлт қазағым, азба сенің өткірген адам түспес азамың. Тарих бетін ақтарса, бестілетіп азабын, тәуелсіздігіміз келгенше айырдық талай талға тарланнан, тайғанап тасқа құладық қасусыз бейін саңғардан, келміріп темір торлардан азаттық күттік сызылып, арайлап атқан таңдардан. Бұнанда бұлай жасыман тәуелсіздігіміз сәтсей тәңірден келген ағайын. Бар қазағым бүгін тәуелсіздігінің 25 жылын тойласын. Мұнанда бұлай жасыман жастарың жетсін, қасырға саулақтарда болғанда жұқтарың жетіп қыстарыңда. Бұл батым өздеріңе шашу өсін, мәртебесі Маңғыстауының асыл болсын. Отауларыңның ынтымағы келешегі бір емес бірнеше мың жылға созылсын. Осы аймақтық өткен жыршы термешілер кешін жарнамалап және бүгін толық нұсқада түсіріп жатқан Қазақстан Ақтау телеарнасына Мұнайлы ауданының әкіміне алғыс айтамыз. Келесі кездескенше ел аман, жұрт тыныш болсын ағайындар. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы құтты болсын.